қазақ елі көптеген сұрақтар қойды, қиын болды. Өйткені біздің қазақ жанкүйерлері Ол басқа не істей алады? Мен бұнда оны жеп, ақшамды алып кетуге келдім. Оның бойы 2,5 метр. Былай айтқанда Годзилламен шығайын деп тұрмын. Көзінен мен лаулап жанып тұрған отты көрдім. Иә, достар, Солай де арнасы сол баяғыдай қызыққа толы. Осы жексенбіде біздің Әліби Идрис UFC-де өнер көрсету үшін таласады. Тікелей эфирмен толық жекпе-жекті менің телеграм арнамнан көре аласыздар. Сілтемесі осы бейненің төменгі жағында. Хамзат пен Дюплесидің жекпе-жегі де сонда болады. Тезірек өтіп кет. Онымен қоса Солай де арнасының тұрақты көрермені және бүгіннен бастап қос жүргізушісі Сәбит ағамыздың жекпе-жектер жайлы ойын тыңдаймыз. Сіздермен бірге Солай де арнасы арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар, ал біз бастаймыз. Финалға өткеннен кейін қазақ елі көптеген сұрақтар қойды. Финалға өттің ба деген сияқты қиын болды. Өйткені біздің қазақ жанкүйерлері өте қолдауды мықты білдіреді. Сондықтан да әрең шыдадық. Қазір қуаныштымыз, финалдамыз. Бізде алғашқы 2-3 күн қалды алдымызда. Біз финалға дайынбыз. Каково это было, будучи в доме, драться так часто и сравнивать сейчас, то сейчас у тебя был полный камп, как ты это чувствуешь, какие разницы ты видишь, какая разница? Я жасырмаймын, TAF жобасында өте қиын болды. Өйткені 40 күнде, 2 аптада 2 салмақ қою, 2 жекпе-жек өткізу. Қазіргі финалға дайындығым өте жоғары деңгейде өтті. Өйткені командаммен лагерь өттік. Қазір біз финалға дайынбыз. 2-3 есе TAF-тағы жобадан осы финалға дайындалу жеңілірек болды. Ассалаумағалейкум, қазақ елі бауырларым. Мынау ертеңгі ойға шығатынына қазақ Әліби бауырымыздың көз түйістіру рәсімін көрдім. Бұл көз түйістіру рәсімінде Әліби бауырымыздың көзінен мен лаулап жанып тұрған отты көрдім. Иншалла осы жеңісте бұл жігіт TAF-тың тасталқанын шығарып Шыңғысхан сияқты келіп отыр ғой UFC-ға. Енді құда қаласа осы UFC-дің де тасталқанын шығарып тез арада поясты алады деген сенімдеміз, былайша айтқанда. Бұл жігіт өзі текті, қаны таза, бойында қазақ рух, қазақтың батыр бабаларымыздың рухы, Кенесары, Қабанбай батыр бабаларымыздың рухының қаны бойында бұрқылдап қайнап тұрған жігіттің бірі. Оны өзі де біледі. Сондықтан бұл жігіттен келешекте көп жақсылықтарды үлкен белестерден көрінетінін сене беруге болады. Бұл жігіт мынау Асудың салмағында Манел Кафе деген жігіт біздің Асу бауырымызды қуып жүріп сабаған. Соның өзін қуып жүріп сабап жаңағы Асуды сабағандай. Соның Асудың кегін алып, мынау поясқа Пантожамен, пәленбай жылдан бері поясын қорғап келе жатқан Пантожаның поясын алып, карьерасын аяқтатады деген сеніміміз мол. Сондықтан осы тез арада бұл жігіт UFC-дің чемпионы болады. Алла жазса. Алла тіл көзден сақтасын. Бұл жігіттің үлкен белестерінен көрінетіні анық. Ал енді мынау өзіміздің өзбек бауырларымыз қатарынан 2 жеңіспен келе жатыр ғой. Нұрсұлтан Рузыбаев деген. Бұл бауырымыз, мынау жалпы өзбек бауырларымыз еңбекқор халық қой бұлар. Сондықтан бұл жігіт Баклиден жеңілгеннен кейін көп сабақ алып, қазір жақсы шыңдалғаны көрініп тұр. Бұл жігіт осы бойымен жүре берсе, үлкен белестерден көрінеді деген
көрінеді деп былайшала айта беруге болады жігітке. Ал мынау келесі ертеңгі бойда шығатын мынау қазір супер жұлдыз деп айтсақ та болады, мынау шешем бауырымыз Хамзат Чимаев. Бұл жігіт 3 поястың чемпионы болып айды аспаннан шығарамын деген ниеті бар екен. Бұл әбден мүмкін. Бұл енді мұсылмандарда болмаған бір жаңалықты енгізбекші. Бұл мұның бойынан келеді деген сенім мол. Бұл ертеңгі бойдана Дюплессиді бірінші раундта осы. Бірінші бойда қылқындыру тәсіліменен жеңіп, осы салмақтың чемпионы болады. Екінші, мынау жеңіл салмақта түсіп, бұл анау Маделананы да исламмен де шықса, оларда бұлайша айтқанда жеңіп ол салмақтың да чемпионы болады деген сенім бар. Бірақ бұл біздің Хамзат Шахбат бауырымызбенен қазақ бауырлармен төбелеспеймін деген бір айтқан сөзі бар. Бұл сөзінде тұрады деген сенімдемін. Бұл Шахбат бауырыммен мен төбелеспеймін деп тұрса, Шахбат бауырымда сен тұр мен атайын деген жігіттің бірі ғой. Бұл өзін сыйлап солай айтып тұрған адаммен қалай бұл төбелесем деп айтады. Сондықтан біздің алда жеңісіміз Құда қаласа көп болады. Мына көк туымыз аспанда, көк аспанда әрқашанда желбірейтін болады. Оны желбірететін мынау әлемдік додада топ жарып жүрген қазақтың спортшылары, батырларымыз аман болсын. Ағайын, жеңісті күндеріміз көп болсын. Мынау біз батыр елдің ұрпағымыз. Ойымызда Кенесары ханның, Қабанбай батырдың айта берсең көп қой бізде батырлар. Солардың қаны бұрқылдап қайнаған қазақ халқымыз біз. Жанымыз таза. Әлемдік тұрғыда біз бірінші орында болуымыз керек. Біздің көк туымыз әрқашанда көк аспанда желбіреп, биік белестерден көрінеміз. Жеңісті күндеріміз көп болсын ағайын. Әрқашанда биік белестерден көріне берейік. Басқа мемлекетке үлгі болатындай. Жеңісті күндерде кездескенше сау саламатты болайық ағайын. Хамзат, бұл жекпе-жек аптасы. Бұл сенің білбеу үшін алғашқы жекпе-жегін, және сен қарсыласыңды көріп үлгердің. Қонақ үйде Дюплессиді кездестірдің. Бұл қалай болды? Таңғалдың ба оның саған жылы лебізбен құрмет көрсеткенін? Ол басқа не істей алады? Білмеймін. Мен ешқандай қысым сезінбеймін. Қандай сөз еді? Жеке ештеңке жоқ, тек бизнес үшін төбелесеміз, қуамыз, Твиттерде боқтық жазамыз. Қалай жазуды білмеймін, бірақ тырысамын. Барлық жауынгерлер трэш-ток айтады, бірақ барлығы ақырында 8 бұрышқа шығады. Не десе де маған бәрібір, мен бұнда оны жеп, ақшамды алып кетуге келдім. Сонымен Дрикус үлкен жекпе-жек қазір. Мен дәстүрімді бұзғым келмейді. Кеттік. Алғашқы күннен бастап осылай істеймін, және бәрі жақсы өтеді. Мақұл, бұл жекпе-жек аптасы, жанкүйерлер тағатсыздана күтуде. Сен Хамзатпен қонақ үйде кездесіп қалдың. Қызық, сен бұл кездесуден не түйдің? Көргендеріндей оның бойы 2,5 метр. Бұлай айтқанда Годзилламен шығайын деп тұрмын. Соны түсіндім. Жоқ, ойнап айтамын. Ол өте байсалды болды. Мен айтқандай, қарсылас маған құрмет көрсетсе, мен де оған құрмет көрсетемін.
ешқандай кикілжің болмайтын секілді, егер бәрі өзгеріп кетпесе. Бұл қызық болды. Қарсыласым сау болғанына қуаныштымын. Ол шыға ма деген сұрақ болған менде. Менде бұндай болмаған, бірақ басқалар уайымдайтынын білемін. Оған дайындалып, сосын ол шықпай басқа біреумен шықсам, одан да қорықпаймын. Мен жауынгермін. Мен нағыз жауынгермін. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Сол ID арнасы, жақсы жаңалықтарда жүздескенше.